визаға дайындық сұрақтардың үшінші кезеңі ол оқуыңыз жайлы және де мамандығыңыз жайлы болады, яғни major және де university. Жалпы отанмен байланыс ретінде өткен видеода айтып кеткенде біз отбасын алғанбыз. Енді осы жерде біз сіздің оқуыңыз, мамандығыңыз жайлы. Яғни мамандығыңыз осы жерде сізді байлап тұру керек, то что сіз Америкаға барып келгеннен кейін қайтадан Қазақстанға қайтып келесіз. Осы жерде бірнеше бір сұрақтар бар. Мысалы, are you a student? Where do you study? What faculty are you on? деген сұрақтар. Бұл жерде нақты сізден, мысалы, студентсіз ба десе, я мен студентпін деп айту керек. Яғни личный зат керек емес, мен студентпін, Қарағанды медицина университетінде 4-ші курста оқимын деп. Мысалы, сұрап қалуы мүмкін, қандай факультетте оқисыз? School of Medicine факультетінде оқимын, яғни соны айту керек. Why did you choose to study at this faculty? Бұл нақты осы факультетті не үшін таңдадыңыз, иә? Мен, мысалы, врач болғым келді, иә, сол үшін мен осы факультетке түстім. Осы факультет арқылы мен офтальмолог немесе гинеколог бола аламын деген сияқты нақты айту керек. What do you study? What are you majoring in? Мысалы, айда біз surgery туралы оқып жатырмық, иә. Мен айтамын, мен осы surgeryді оқып жатырмын. Ары қарай осы surgery арқылы мен гинекологияның хирургиясына кеткім келеді. Осы мамандықта мен ары қарай жаңағы мамандандырылғым келеді дегенді айту керек. Және де бұл жерде occupation деген бір күрделі, қалай айтсам екен, күрделі емес, бір шатастырып жіберетін бір сұрақ бар. Мысалы, what is your occupation десе, көбінесе ойлап қалады, бұл мамандық жайлы сұрап жатыр ма, не туралы, иә? Бұл occupation десе, мамандығыңыздың негізгі мақсаты. Яғни менің мамандығым негізгі мақсаты не? Адамдарға өз көмегімді тигізу, адамдарды емдеу, денсаулығын жақсарту. Осы үш сөзді айтамын. Және де келесі сұрақ, when you entered and finished your study. Мысалы, мен 2020 жылы университетке түстім. Яғни мен айтам, I'm entered in 2020 and will finish and get my diploma in 2025. Яғни 25 жылы мен өзім дипломымды аламын. Деген нақты сұрақтар болу керек. Енді келесі соңғы сұрақ, what do you want to do in the future? What position would you like to apply for after graduating from the university? Мысалы, сіз оқуыңызды бітіргеннен кейін ары қарай не істейсіз, ары қарай қай жерде жұмыс істейсіз, қандай мамандықта, кіммен, қай қалада, барлығы спланировано болу керек. Яғни мен айтуым керекпін, мен айттым ғой жаңа 2025 жылы мен бітіремін дипломымды. Ары қарай мен интернатурада Қарағандыда оқимын 1 жыл. Одан кейін Қарағандыда 3 жыл резидентурамды оқимын. Және де осы жерде өзім врач, мысалы, гинеколог боламын. Осындай клиникада жаңағы неткім келеді, жұмыс істегім келеді, осындай зарплатада деп те айтуға болады. Енді ары қарай, фантазияңыз қай жерге жетеді, иә. Негізгі мақсат, негізгі ой, түпкі ой, сіз Қазақстанда қаласыз, осы жерде ары қарай болашағыңызды көресіз. Анандай студенттер болады, мен қазір Америкаға барып аламын, соқта қалқалам деген сияқты. Ондай вариант ни в коем случае қарастырылмайды. Бітті, все. Это визаңыз автоматически түрде все. Бүкіл беру мүмкіндіктеріңіз жабылады. Сол себепті тіпті даже қалғыңыз келіп тұрса да ештеңе кетпейді, өтірік айта салыңыз. Енді мен барамын, мен қайтамын, осылай болады, мен Қазақстанда өзім болашағымды көремін. Болды, бітті. Келесі видеолар арқылы дайындықты жалғастырсаңыз болады.